Қайырлы күн, сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақ тақырыбымыз бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. Математика пәні 5-ші сынып 3-ші тоқсандағы 43-ші сабақ. Сабақтың мақсаты бөлшектерден тұратын тізбектердің заңдылықтарын анықтау, бөлшектерден тұратын тізбектердің заңдылықтарын құрастыру және тізбектерді бағалау критерийлері. Барлық оқушылар бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдана отырып, сандардан тұратын сандар тізбегін анықтай алады. Оқушылардың басым бөлігі бөлшектерден тұратын сандар тізбегін пайдаланып есептер шығара алады. Кейбір оқушылар күрделі түрде берілген сандар тізбегін пайдалана отырып, қорытынды шығара алады. Жаңа тақырыбымызда сандар тізбегі деген не анықтаманы білейік. Сандар тізбегі кейде сандар қатары деп те аталады. Сандар тізбегі дегеніміз белгілі бір заңдылық бойынша жазылған сандардың тобы деп атаймыз. Ал тізбекті құрайтын сандар тізбектің мүшелері деп атайды. Тізбектің мүшелері сәйкес мүшелеріне индекс реттік нөмірі көрсетілген әріппен белгіленеді. А бірінші саны тізбектің бірінші мүшесі болады, А екінші саны тізбектің екінші мүшесі болады, А үшінші саны тізбектің үшінші мүшесі, А N саны тізбектің N-ші мүшесі. Мысалы, 2, 4, 6, 8, 10, 12 натурал саннан құрастырылған тізбек. А бірінші 2 сан болады, А бесінші 10 сан болады, А 12-ші 24 сан, А N-ші 2N. Тізбектің N мүшесін оның жалпы мүшесі деп атайды, және оны AN арқылы, ал тізбектің өзін қысқаша AN, FN-нан немесе AN түрінде жазылады. Тізбектің түрлері. Тізбектің түрлері 5 түрі қарастырайық. Бұл шекті дегеніміз алғашқы N ондық бөлшек жиыны, ондық үлестен тұратын сандарды қарайық. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Шексіз дегеніміз барлық N ондық бөлшек жиыны. 0,1-ден бастап N-ға дейін қарайық. Өспелі дегеніміз тізбектің үлкен индексіне үлкен мүшелер сәйкес сандары. 0,3, 0,6, 0,9, 1,2. Бұл 3-ке еселік болатын сандар. Кемімелі тізбектің үлкен индексіне кіші мүшелері сәйкес 1, 2-ден 1, 3-ден 1, 4-ден 1. Натурал сандарға кері сандар берілген. Тұрақты дегеніміз бір саннан ғана құрылған. 3,5, 3,5, солай шексіз 5 болып кетеді. Бекіту кезеңінде оқулықтағы тапсырмаларды орындайық. Номер 1005. Сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтап, келесі 3 мүшесін жазыңдар. Бірінші есепте әр санға бір сан қосылып тұр. Сол санды табу үшін біз екінші мүшесінен бірінші мүшесінің айырмасын табайық. Сонда 1,2-ден 1-ден 1-ді алғанда 2-ден 1 болып келеді. Осы сан қосылып отырады. 2,2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қосқанда 3 сан болып келеді. 3-ке 2-ден 1 қосқанда 3,2-ден 1 болады. 3,2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қосқанда 4 болады. Екінші санда, екінші есепте бізде кемімелі сан тізбегі берілген. 8-ден азайту керек. Бір санды. Әр мүшесінен бір ғана санды азайтамыз. Сонда айырмасын табайық. 8 бен 7,4-тен 3. Бұл сан 4-тен 1 болады бөлшек. Сонда 7,4-тен 1-ден 4-тен 1 бөлшекті алғанда нақты бүтін 7 сан болып шығады. Бұдан тағы да 4-тен 1-ді алғанда 6,4-тен 3 болады. 6,4-тен 3-тен 4-тен 1-ді алғанда 6,4-тен 2 болады. Үшінші есепте 11-ден 1, 11-ден 2, 11-ден 4, 11-ден 8 сан қатары берілген. Бұл жерде біз
бір санға көбейтеміз. Ол сан 2 сан болады. Сонда 11-ден 8-ді 2-ге көбейткенде 11-ден 16 болады. Бұны 2-ге көбейткенде 11-ден 32 болады. Бұл санды 2-ге көбейткенде 11-ден 64 болады. Төртінші есепте 17-ден 6, 17-ден 8, 17-ден 9, 4, 17-ден 2 бөлшек, жай бөлшектер берілген. Сонда біз 2-ге бөлеміз. 17-ден 2-ні 2-ге бөлгенде 17-ден 1 болады. 17-ден 1-ді 2-ге бөлгенде 34-ден 1 болады. 34-ден 1-ді 2-ге бөлгенде 68-ден 1 болып шығады. Келесі номер 1006. Сандар тізбегінің алдыңғы 2 мүшесін жазыңдар. Алдыңғы мүшесі белгісіз. Үшінші мүшесінен басталады. 8-ден 1, 16-дан 1, 32-ден 1. Сонда соңғысын алдыңғысына бөліп табамыз. Бұл 2-ден 1 бөлшек болып шығады. Сонда 8-ден 1-ді бөлеміз 2-ден 1-ге. 4-ден 1 болып шығады. 4-ден 1-ді бөлеміз 2-ден 2-ге. 2-ден 1 болып шығады. Көбейтеміз 2-ден 1-ге. Көбейтеміз. Екінші есепте 11-ден 1, 11-ден 2, 11-ден 3, 11-ден 4, 11-ден 5 сан тізбегі берілген. Бұл жерде сан әрқайсысына бір ғана сан қосылады. Ол сан 11-ден 1 болады. Сонда 11-ден 3 бөлшектен 11-ден 1-ді азайтқанда 11-ден 2 болады. 11-ден 2-ден 11-ден 1-ді азайтқанда 11-ден 1 болады. Үшінші есепте 29-дан 4, 29-дан 8, 29-дан 16 берілген. Бұл жерде біз бөлеміз. Алдыңғы сандарды табу үшін соңғы сандарды бөлеміз 2-ге. 16-ны 29-дан 16-ны бөлеміз 29-дан 8-ге. Сонда жауабы 2 болып шығады. 2 болып шығады. 29-дан 4-ті бөлгенде 2-ге. 29-дан 2 болып шығады. 29-дан 2-ні бөлгенде 2-ге. 29-дан 1 болып шығады. Төртінші есепте 7,2-ден 1, 7, 6,2-ден 1. Бұл жерде бізде қосылып тұр. Алдыңғы санды табу үшін соңғы санға қосамыз 2-ден 1-ді. 7,2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қосқанда 8 болады. 8-ге 2-ден 1-ді қосқанда 8,2-ден 1 болып шығады. Келесі тапсырма номер 1007. Сандар тізбегінің ортадағы 2 мүшесін жазып, тізбекті толықтырыңдар. Бұл жерде берілген сан тізбегі 0,4, 0,7, 1 саны. Бұл өспелі сан тізбегі. Әр санға бір ғана 0,3 сан қосылып тұр. Сонда ортадағы көп нүктенің орнына біз жазамыз 1,3, 1,6. Екінші есепте мұнда кемімелі сан тізбегі берілген. Сонда
алдыңғы мүшесінен екінші мүшені азайтамыз, айырмасын табамыз. Айырмасы 0,2 болады. Сонда 8,9-дан 0,2-ні алғанда бізде 8,7 болады. 8,7-ден 0,2-ні алғанда 8,5 болып шығады. Енді үшінші есепте бірінші мүшесі 0,100-ден 3, екінші мүшесі 0,100-ден 6, үшінші жерде 0,100-ден 12 сан тұр. Бұл өспелі. Осы жерде біз көбейтуді пайдаланамыз, көбейтеміз бір ғана санға. Ол бізде 2 сан болады. 0,100-ден 12-ні 2-ге көбейткенде 0,24, 0,24-ті 2-ге көбейткенде 0,148 болады. Бұл көбейтін табу үшін екінші мүшесі 0,100-ден 6-ны бөлеміз бірінші мүшесіне 0,100-ден 3-ке, сонда 2 болып шығады. Төртінші есепте сан тізбегі басталады 9,6, ары қарай 4,8, 2,4. Бұл жерде кемімелі сан тізбегі берілген. Сонда 9,6-ны 4,8-ге бөлгенде 2 болып шығады. 4,8-ді 2-ге бөлгенде 2,4 болады. 2,4-ті 2-ге бөлгенде 1,2, 1,2-ні 2-ге бөлгенде 0,6. Сонымен толтырдық тізбек мүшесін. Номер 1008. Сандар тізбегінің alt мүшесін жазыңдар. Оның бірінші мүшесі 4-тен 1-ге тең, ал әрбір келесі мүшесі алдыңғысынан 2-ден 1-ге артық. Бұл жерде бірінші мүшесі 4-тен 1 болса, келесі мүшесі 2-ден 1-ге артық болса, әр мүшеге біз 2-ден 1-ді қосамыз. Сонда екінші жерде 4-тен 1-ге 2-ден 1-ді қосқанда 4-тен 2 болады. 4-тен 3 болып келеді. 4-тен 3-ке 2-ден 1-ді қосқанда 2-ден 1-ді 4-тен 2 деп ортақ бөлімге келтіріп қосуға болады. Сонда 4-тен 2-ні қосқанда 4-тен 3-ке 4-тен 5 болады. 4-тен 5-ке 4-тен 2-ні қосқанда 4-тен 7 болады. 4-тен 7-ге 4-тен 2-ні қосқанда 4-тен 9 болады. 4-тен 9-ға 4-тен 11-ді қосқанда 4-тен 11 болады. Сонымен бүгінгі сабақ балалар аяқталады. Сау, сәлемет болыңдар.